көкейден шығарып, ұлттың қамын ойлап бәйт айтам. Тәңірімші бауырым сен де бір уақытта таңдап ал да, көкейден шығарып, ұлттың қамын ойлап, ұлтың үшін, өзің үшін бәйт айт. Жеңілдеп қаласың, ұлтың да жеңілдеп қалады. Атқару жол қалай дейсің бе, не тұрасың, не тұрасың. Көзің жұмасың, жұмбайсың, өзің білесің. Өзің шығарған бәйтті жайды өспен үш рет қайталап айтасың. Болды. Ал мынау менің ақиқат атты кітабымда жазылған бәйт. Құран деп түсінсең де болады. Айтайын тыңда. О менің өмір таразысын теңестіруші Тәңір дін әлемінің құдайы, қазағымды пәлемен жаладан, рухани азғындықпен құлдыраудан, жерін сатқан сүрейтен, ұлтын ұмытқан сүміректен, өзегі шірік дүмшеден, жетесіз туған жемқордан, ұлттығымыздың жауы, көрсе қызарлық пен тоғышарлықтан, безбүйректік пен сатқындықтан, самарқаулық пен жалқаулықтан, жүгерсіздік пен намыссыздықтан, ұлтқа келер кесапат, ажал мен тажалдан, кесел мен дерттен, ауру мен сырқаудан, зіл мен заладан, жұт пен жұтаудан, қуаңшылық пен ашаршылықтан, тасқын мен сілкіністен, аман сақтауыңды тағзым салып өтінемін. Өмін, өмін, өмін. Бұл жердегі өмін деген сөз қазақтың көнеден келген сөз. Өмін деген дыбысты айта алмайтындар, біздің даламыздан дін ұрлағандар, сенім ұрлағандар. Амин, омин, омин, ом деп айтып жүр. Өмін деген қазақтың ұлы дүниетанымдық сөзі. Сөздік қорымыздың асыл бір тұтқасы. Ұмытушы болма. Өмін деп айтып жүр. Сол уақытта Құдай да саған өмін ет. Сен де оған өмінесің. Табиғат та саған өмін ет. Сен де оған өмінесің. Адам да саған өмін ет. Адамға сен де өмінесің. Өмін деген, абратив зор деген, көңіліңді бөл деген. Көңілін бөледі. Өмін ет. Айтқаныңды, сұрағаныңды береді. Батаңды түсіртеді. Ықыласыңды орнына қояды. Ұқтың ба? Ұққан жоқсың ба? Өмін, ұқпасаң, өмін. Көңіл бөл. Оқып қаларсың. Сол қазақ.